Shri Srimati Bhaktivedanta Swami Prabhupadaning Jantanu G'ulumining 4-tarauning 2-bölümün Ağılsın tilen Qazaqchalam. 3 Navruz 2021 yıl. Tuğan adım Erjan İlyasova, ruhaniyatim Rati Shyama Das. Isus Hrist Guru. Hare Krishna qozg'alsin ruhani yetakchisi bu esede Isus Hrist'in Xudoyning ulu, Xudoyning ökülü, bärimizning guruimiz, ruhani ustozimiz ekanini mo'yinda yotirib, sonmen qatar bugünde Hrist'in izbastarlarımız deyişlerde şımbaylarını batırasmaydı. Xudoy bilimin şin vağızdavuşlar boylarına titikşa, şidam, jane karuna, janaşır qasiyetlerin darıtuğa mendetli deydi Srimad Bhagavatam. Isus Hrist'in minezinen olsa iki qasiyetli birdi tabamız. Isus'tin şidamlığı son şektipte qol ayağın dingekke gerip şegilip tastağandarda eş kinalamagan. Isus'tin janaşırlığı sonşa tipte öldürüge umtulgandarda keşiri dep Xudayga jalbarangan. Әрине öldürü қолдарынан келмесе de öldürümüzde boylagan күнәһарлар осылай Иисусты оңдырмай қорлайды. Қол аяғын діңгекке керіп шегіліп тастағанда Христ әке бұларды кешіре көр. Не істегелі жатқандарын өздері де білмейді деп Құдайға жалбарынған. Құдай таны білімін уағыздаған жан барша тірі жандардың жан досы. Иисус Христ мұны өлтірме деген парызымен үлгі етті. Керісінше Иисустың осы парызына теріс түсінік беретін христиандар жануарларда жан жоқ деп миллиардтаған жазықсыз жануарларды қасапханаларда өлтіруге еріктіміз деп ойлайды. Көптеген христианбыз деп мәлімдеушілердің ішінен Иисус Христің парыздарын қатаң ұстаушыны табу өте қиын. Құдайға шын берілген вайшнава азап шегушілерді көріп жан ашитындықтан азап шегушілерді құтқару үшін Иисус Христ өзінің қол аяғын діңгекке керіп шегіліп тастауға келісті. Алайда Иисустың ізбасарларының опасыз сатқындықтары сонша, Иисус біз үшін азап шеге берсін, ал біз күнәға белшемізден бата берейік деп шешті. Олардың Иисусты сүйетіндері сонша, қымбатты Иисус, әлжуаздығымыздың кесірінен күнәмізді қойылмаймыз. Сондықтан күнәміздің зардабын өз мойныңа алып, біз үшін азап шеге көрші деп жалбарынады. Өлтірмеде үйретсе де бәрібір өлтіре береміз. Күнәміз үшін Иисус азап шеге берсін деп шешкен. Иисус Христің ізбасарларының соңғы қылымы үлгімен жабдықталған зәулім қасапханалар ашуы ең қанішер күнә. Өткенде істеген күнәларымыздың зардабын шегуді өз мойнына алған Христ неге біздің күнәларымыздың азап шеге беруге тиіс? Күнәлі істерімізді қояйық деп ізбасарлары алдымен тәубеге келіп, естерін жиюға тиіс. Мысалы, егер әкесінің сүйікті ұл баласы біреуді өлтіріп, егер бұл үшін қандай да бір жазаға тартылуым керек болса, мен үшін әкем азап тартсын десе, мұнысын заң қолдай ма? Егер тұтқындалған адам өлтіруші, жоқ, мені босатып әкемді тұтқынға алыңдар, мен әкемнің ерке ұл баласымын десе, полиция мұндай ессіз өтінішпен келсе ме? Алдымен өз қолымен өлтірсем де, адамды өз қолымен өлтірсем де, жазаға әкем тартылсын деп есеті жоқ адам өтіне ме? Жоқ. Адам өлтірген өзіңіз дарғасыласыз. Сол секілді істеген күнәларының үшін Иисус Христ емес, өзіңіз жазалануға тиіссіз. Бұл Құдай заңы. Құдайдың ұлы өкілі ұлы тұлға Иисус Христ бейкүнә болса да, қол аяғын діңгекке керіп шегіліп тастады. Құдай тану ілімін үйреткісі келген Иисустың қол аяғын діңгекке керіп шегіліп тастаған рахмет жоқтар уағызын бағалай алмады. Керісінше біз Иисусты бағалаймыз және Құдайдың өкілі ретінде ерекше қадірлейміз. Әрине сол кездің уақытына, орнына, еліне, адамдарына лайықты арнайы уағыз айтқан Иисус Христ шынымен Құдайдың өкілі болғандықтан біз қастерлеп құрметпен мойынсынамыз. Бірде Мельбурнда бір топ христиан діни қызметкерлері маған келіп, Иисус Христ туралы не ойлайсыз деп сұрағанда, менің Құдай тану ілімін уағыздаған Иисус біздің гуруымыз, рухани ұстазымыз деген жауабымды зор бағалады. Негізінде Құдайдың даңқын уағыздаушыларды гуру ретінде мойындау шарт.
Осындай ұлы тұлғалардың бірі болып саналатын Иисус Христі қарапайым пенде деп ойламауға тиіспіз. Рухани ұстазды және жай пендеге балайтын сұрқияны харам пиғылды күнәһар дейді шастыралар. Егер Иисус Христ жай пенде болса, онда Құдай тану ілімін жеткізе алмас еді.